Мына енді біз енді мына жақтан айналдырып келдік. Осы бетінен бітуіміз керек. Осы жерден алып келіп, бір жіп көтеріп тілімізді. Енді мынауымыз 4 қатар болды. 1, 2, 3, 4 қатар. Біреу көтердік. Енді осыны екеуін қосамыз. Мына ең бұрышынан алып, мынадан алып, мынау жұмыс жібімізді осы ұяшықтан шығарып, мынаған іліп аламыз, мына жібімізге. Енді осы жерден жай тоқудан біреу, екеу көтереміз. Енді мынау жанына тұрған ұяшықтың біріншісін ілеміз да, мына күршіктағы жіптен іліп аламыз. Тағы келесіден тағы шығарып, тағы іліп аламыз күршіктағы. Енді айналдырып, мына жақта енді екеу болды, үш ұяшық болды. Үш ұяшыққа жай тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді мына жанында, мына бірінші ілген жіптен емес, келесі жіптен арт жағынан тоқылған ненің арт жағынан алып, жұмыс жібімізді алып шығып ілеміз. Келесі тағы біреу ілеміз. Үстіп іліп, мына күршіктағы жіптен іліп аламыз. Енді алды жағын тоқимыз. Алды жағында жаңа екеуден бастадық, үшеу. Енді үш жерден узор саламыз. Осы үшінші қатардан узор саламыз. Біреу, екеу. Мынау ұяшыққа кіргізіп, келесі ұяшықтан шығарып, кеше мына жағын тоқығандай ғып, сондай узор саламыз. Үшеу. Үшеу. Мынамен төртеу. Енді мына жақтағы ұяшыққа жұмыс жібімізді алып шығып, күршіктап жіпке ілеміз. Келесі күршікқа, келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, күршіктағы жіптен өткіземіз. Екеу. Мына жақтан екеу, мына жақтан екеу аламыз. Енді арт жағында 1, 2, 3, 4 ұяшық тұр. Оған жай тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 5 тоқиды екенбіз. 5. Енді мына жағынан үшеден, мына ілінген жіптен емес, келесі бос тұрған ұяшықтан жұмыс жібімізді алып шығып, күршіктағы жіптен іліп аламыз. Келесі бос ұяшықтан жұмыс жібімізді алып шығып, күршіктағы жіптен тағы ілеміз. Мына жақтан екеу, мына жақтан екеу. Басымыз екеу болды. Үшеу, төртеу, бесеу. Бесеу болды ма? 1, 2, 3, 4, 5 болды. Енді келесі 6, 7, сөйтіп кете бересіздер. Астын жай тоқисыздар, үстіне узор саласыздар. Мына жақта 10 тоқимыз енді. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді мына шетінен екеу іліп аламыз. Жібімізді, жұмыс жібімізді күржектағы жіптен өткіземіз. Біреу, тағы солай екеу. Енді асты жағын, үсті жағы 10 болған кезде асты жағын 11 қыламыз. Бұл асты жағын жай тоқимыз. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11. Енді береден жібілініп тұрған тұр, бос емес, бұл келесі. Келесіге жұмыс жібімізді алып шығып, күржектағы жіптен өткіземіз. Тағы біреуден бос ілмектен жұмыс жібімізді алып өткіземіз. Енді осылай астымыз 11 болды. Үстіміз 12 болады. Астымыз 13. Сөйтіп 15-ке шейін апарамыз. Біз не жерден 11 қатар тоқыдық. Одан кейін асты 12, үсті 12, асты 13, үсті 13, асты 14, үсті 14. Мына ең соңғы қатарымыз 15 болып жатыр. Екі аяқ кейін бірде қылу үшін. Сіздер енді бұл жерде бір-бірден қосып кете берсеңіздер де болады. Енді өздеріңізге қалай ыңғайлы солай тоқисыздар. Мынау менде 15-пен бітіп жатыр мына жерім. Ең соңғысы. Осы беттен аяқтаймыз. Кейін мына жерге келдік. Осы жерден бастап жай тоқимыз. Айналдырып. Енді осы жерде осы жай тоқығанымыздың бәрін қысып тоқимыз. Өйткені аяқтаймыз ғой. Аяқта әдемі тұру үшін сәл бір қысып тоқыған дұрыс. Аяқта жайлы тұру үшін. Қысып тоқып жатырмын. Қыстап. Мына қатарларды бәрінде ұзыр жасадық. Ең соңғы аяқтайтынымыз екі қатардай үстіп жай тоқып шығамыз. Міне қашын айналдырып келеміз. Енді мына жерге соңына келдік. Осы жерде мына жерге келгенде мына жақпен мына жақтың ортасы тұрады. Сол жер төртбұрыш түспеу үшін мына біреуін қалдырып келесі ұяшықтан өткізіп жұмыс жібімізді алып шығып ары қарай тоқимыз. Артқы жақтарын бәрін нығыздап тоқыдым.
Осы жерде біреу қалдырмаймыз. Бұл жерден мынау ең соңғысын іліп тоқып, енді мына жаққа өтетін кезде мына келесіден мына ортадағыға салып, іліп, үстіп, іліп алып, келесі жіптен бастаймыз. Келесі ұяшықтан. Енді үш жерден бастап тағы бір қатар қысып, орамсыз жай тоқып шығамыз. Тағы бір қатар тоқимыз. Айналдырып, барынша қысып тоқыңыздар, аяқтарыңызда жақсы тұрады. Үстіп, тағы айналдырып, осы жерге алып келеміз. Енді мына жерге келдік. 2 рет жаймен тоқып шықтық. Мына екінші айналымыз. Ең соңындағы ұяшыққа кіргізіп шығамыз. Ең соңғы ұяшыққа кіргізіп, іліп алып, күрчіктағы жіптен өткіземіз жұмысшымызды. Енді осы жерден мына біреу көтереміз. Жоғары көтеріп, мына келесі ұяшыққа кіргізіп, жібіміз алып шығып, күрчіктағы жіптен іліп шығарамыз. Енді қайтадан біреу көтереміз. Келесі ұяшыққа жұмыс жібімізді алып шығып, сол алып шыққан жұмыс жібімізді күрчіктағы жіптен көтереміз. Тағы біреу көтереміз. Осындай алма кезек узормен аяқтаймыз. Жақынан қарасаңыздар, осындай әдемі аяқтау болып көрінеді. Осындай жолмен мына жаққа шейін алып келеміз. Осылардың жеріне шейін алып келеміз тоқып. Мына жерге келдік, аяқтайын деп қалдық. Енді осы жерден ұяшығымызға кіргізіп, жұмысшымызды алып шығып, іліп, тағы көтеріп, келесі ұяшықтан жұмысшымызды алып шығып, күрчіктағы жіптен өткізіп, біреу көтеріп, ең соңғысы енді осы аяқтайтын кезде мынау биікте көтеріліп тұр, мынау астыда тұр. Осы жерді теңестіру үшін, осыны жақсылап не қылыңыздар, теңестіру үшін мынау алдыңғы тоқылғанның мына бірінші ұяшығына, астындағы бірінші ұяшығына жібімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, мына күрчіктағы жіптен ілеміз. Жетемізді тартып, алып шығамыз. Сонда осылай теңеседі. Осылай бір-бірімен теңеседі. Қазір біз инемен жіп өткізіп, осы жерден аяқталған инемен жіп өткізіп, енді осы жіпті осының жанына өткіземіз. Мінекей теңесті, екеуі теңесті. Қатты тартып, ары қарай бүйтіп, мына осы өрнегіміздің астына осы жіп біткенше айналдырып, не жерге шейін әкелсеңіз де болады.
Мінекені біздің ең соңғы аяқтаған узорымыз осылай әдемі көрінеді. Әдемі ой болып көрінеді. Енді мынау алдын. Осы жерден бастаймыз. Мынанша шүпірлеп өткізіп, үстіп тұрып, мынау ілмектен шығарып, мынау бір қатарға екі ілмек, екі рет тоқып аламыз. Екі жерден. Енді не жерде біреу, екеу, үшеу. Енді мына жерде бір узордың қатарынан екеу аламыз. Узордың ұзынан, астынан, үстінен, мүмкін астынан аламыз. Енді мынаны беттен аламыз. Жерден өткізіп, іліп. Енді мына үстіне тоқыған узорды осы жерге саламыз. Біреу көтереміз. Келесіге жұмыс жібіміз шығарып, мына күршіктағы жіптен іліп аламыз. Қайтадан біреу көтереміз. Осындай тәсілмен қайталанып. Үстіп, қайтадан мына жерге жиналып келеміз. Мына ең соңғысына келдік. Осы жерден іліп, біреу көтеріп, мына ең соңғысын іліп шығарамыз. Бұны да жаңағыдай мына инемен жіпті өткізіп, осы жермен теңестіреміз. Осымен аяқ киіміміз